Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақта біз жанасу деген сөздердің бір-бірімен байланысуының түрімен танысамыз. Жанасу дегеніміз сөздердің іргелес тұрып немесе алшақ тұрып байланысуы. Бұл жерде жанасуда тура қабысудығы сияқты ешқандай жалғау болмайды. Мысалы, ол мектепті биыл бітіреді деген сөйлемде биыл бітіреді деген сөз жанасу болады. Себебі екеуі іргелес тұр, биыл бітіреді, бір-бірінің жанында тұр. Оны біз алшақ қойып та байланыстыра аламыз. Екінші сөйлемге назар аударамыз. Биыл ол мектепті бітіреді. Байқасақ, биыл бітіреді. Екі сөз бір-бірімен алшақ тұрып байланысып тұр. Жанасу мен қабысу бір-біріне өте қатты ұқсайды. Себебі сұлу қыз биыл бітіреді. Мына жерде жақсы оқу деген байланысу тәсілдері бар. Мұның біреуі қабысу болса, екіншісі жанасу болады. Екеуінің ұқсастығы екеуінде де ешқандай жалғау қолданылмайды. Бірақ ерекшелігі мынада. Жанасу бірде іргелес тұрады, бірде алшақ тұрады. Ал қабысу үнемі іргелес тұрады бір-бірінің жанында. Оны біз Айгүл, қыз, сұлу деп орнын, немесе сұлу, Айгүл, қыз деп екі сөздің арасына ешқандай сөз қоса алмаймыз. Екеуі тек қана іргелес тұруы керек. Ал енді жанасуға назар аударамыз. Биыл бітіреді. Жанасудың бірден бір ерекшелігі қабысудан ажырату жолы мынада. Жанасу сөйлемнің ішінде тұрған кезде бірінші бағының қысыңары пысықтауыштың қызметін атқарады, ал басың қысыңары үнемі баяндауыштың қызметін атқарады. Мысалы, биыл бітіреді. Қашан? Биыл. Мынау мезгіл пысықтауыш болып табылады. Байқадық па? Ал мына қабысуға назар аударайық. Қыз деген баяндауыш, кім қыз? Айгүл. Бұл бастауыш болады. Айгүл қандай қыз? Сұлу қыз. Бұл байқасақ анықтауыш болып кетеді. Сонда, мынау анықтауыш болғандықтан бұл қабысу болады, ал пысықтауыш пен баяндауыштың қатынасы мына жерде болғандықтан бұл жанасу болады. Тағы да қайталап айтайын. Жанасу іргелесте тұрады, алшақта тұрып байланыса алады. Ал қабысу үнемі іргелес тұрады. Жанасу пысықтауыш пен баяндауыштың қатынасы болса, қабысуда анықтауыш пен баяндауыштың немесе басқа да сөйлем мүшелерінің арасындағы қатынас бола береді.